Ассалаумағалейкум ағайын, аман есенсіздер ме? Бір күрке тауық өгіздің қасына келген ғой, өгіз ағаштың басындағы жапырақты жеп тұр дейді. Сен күрке тауық айт, мен ұша алмаймын әттең, әйтпесе анау сен жеп атқан жапырақтың бұтағында отырар едім деп. Өгіз айтты, сен мен ана боғымды шұқып жесеш, сол кезде күш пайда болады деп. Сөйтіп күрке тауық өгіздің боғынан шоқып жеп, күш пайда болып, бір бұтаққа қонды. Сәлден кейін барып, тағы да жаңағы боғын жеп, екінші бұтаққа қонды. Сөйтіп өгіздің тағы боғын шоқып, үшінші бұтаққа қонды. Сөйтіп ағаштың басына қона берген кезде бір аңшы көріп қойыпты да, тақ еткізіп атып алған ғой. Біреудің боғын жеп, көке деп өсеміз ау, бірақ төбеде отырып қалу қиын болады ау кейін. Ассалаумағалейкум.